Құрметті оқырмандарым, бүгін мен сіздерге өзімнің жасаған бүгінгі әрекетіммен бөліскім келіп тұр. Қойдың құйрығын пісірдім де, мінекей үнемі қой сойғанда оның құйрығын бөлек пісіріп аламыз да, осындай тұздап қоямыз. Мінекей мен оны шеткі күйінде сіздерге көрсетіп жатқан жоқпын. Осы піскен күйінде және туралып кесілген күйінде. Мінекей қойдың құйрығын пісіріп алдым. Оны пісіріп алдым да суытып, жылы болған кезде, қатты жылы емес енді, бөлме температурасындай жылыған кезде алдым да турап сарымсақ қостым. Сарымсақ дейді, енді бізде оны чеснок дейді, кейбір жақта сарымсақ дейді, енді чеснокты тұрып деп айтып жатады. Енді қайсы екен, қайсы дұрыс екен өздеріңіз түсіне жатарсыздар. Жаңағы 1 кило 800 грамм қойдың құйрығы шықты. Оған 3 түйір жаңағы сарымсақты қостым, чеснокты. Оны чеснокты күштен өткіздім да, 2 ас қасық тұз салып, және 1 тола шай қасық бұрыш салып, мінекей осылай бір слойдан, ең бірінші астыңғы слойына жағып алдым. Одан кейін оған жаңағыны кесілгендерді қатарладым. Сосын үстінен тағы 1 слой жаптым, тағы қатарладым. Сөйтіп бір слойдан жағып отырып, мына ыдысқа міне осыншама болды. Одан кейін міне мынау ыдысқа осылай салып қойдым. Енді мұны жылы жерде бүгін ұстайын да, одан кейін холодильникке қоямын. Холодильникте тұрып, бұл өзі бабында тұрады. Жалпы құйрық майдың қоректігі, қуаттылығы, астылығы, қоректігі оның керемет. Баяғыда ата-бабаларымыз осы құйрық майды емге де қолданған, тамаққа да қолданған. Қазіргі кезде де бала жөтелгенде де кейбір адамдар қолданып жатыр. Мен өз анам құйрық майды былай буға ерітіп, кәдімгідей буға ерітіп, немесе микроволновкаға ертіп алады да, оған спирт қосып, мынау жөтелген немере шөберелерінің кеудесін сықылап атады. Шынымен де бұл көмектеседі. Ал енді қазіргі кезде жастар көп оны қолдана бермейміз ғой. Иісі шығады, қатып қалады, порды жауып тастайды деп айтамыз, иә. Негізі сол емнің шипасы бар. Шынымен де қойдың құйрығының пайдасы өте зор, қоректілігі де зор. Бір адамның иммунитетін көтереді екен. Түрлі дәрумендер бар құрамында. Әрине бұны мөлшерден тыс жесе де зиянды, дегенмен де, бірақ оны мөлшерден тыс жей алмайсыз да, өзінің өз адам жейтін бір нормасы бар. Мінекей осындай тағам жасадым. Біз осылай бір жасап қоямыз, қой сойған бетте бір жасап қоямыз, көпке дейін жетеді. Үйдегі отағасы таңғы асқа, әсіресе таңғы асқа жейді. Мысалы колбаса, небір колбасаларды алып жегеннен гөрі осындай табиғи тағам жеген дұрыс сияқты. Себебі жаңағы шұжықта айтамыз ғой, колбасаның ішіне не қосылып жатқанын білмейміз. Және де біз дүкеннен де сары майды алып жеп жатамыз ғой, ол сары майдың құрамында не бар екенін білмейміз. Түрлі химиялар болады, түрлі қоспалар болады. Оның да құрамында не барын білмей жатамыз. Міне жаңағы құйрық майды пісірген сорпаның бетіне әжептәуір май қатты. Міне оны да жинап теріп алдым, бұны ерітіп кәдімгі тамаққа қолданам. Өте әсіресе плов пісіргенде, және де сорпаның бетіндегі майын қалқыбап, барлығын қосып, тортасын суын шығарып бір ерітіп алам. Содан кейін барып оны тамаққа қолданам. Жалпы жылқының майында, жылқының сорпасының бетін асқанда сорпаның бетіндегі майын ешқашан төгіп, оны сырап қылмаймын. Осылай жинап алып, суын шығарып тамаққа қолданам. Өйткені кәдімгі дүкендегі сұйық майдан гөрі, неше түрлі химия қосылған сұйық майдан гөрі осылай табиғи өнімді пайдаланған денсаулыққа өте зиянды. Кеңес үкіметі кезінде біздерге мысалы мынандай түсінік қалыптасты ғой, ойбай, ол ана тағамның, малдың майы ішке барып қатып қалады, ішек жолдарын бәрін бітейді, өйтеді деген түсініктер қалыптасқан. Бірақ қазіргі кезде диетологтардың кеңесі бойынша түрлі ақпараттарды тыңдаймыз ғой, олардың кеңесі бойынша тіпті анау сиырдың тоң майының өзінің пайдалылығы керемет екен. Оған қарағанда мынау қойдың майы және жылқының майы, енді тоң майды да қолданып жатамыз, иә, мәртінде бауырсақ пісіретін. Қазірде менде мысалы сиырдың етін сорпа істесем де, оның майын еш уақытта төкпеймін. Жинап алып, осылай тағамға қолданамын. Мінекей достар, сіздер де осылай пайдалансаңыздар болады. Жалпы қойдың құйрығы өте пайдалы,
кандай да малдын майы болсун пайдалуу экенин унутпайык.